Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен тефтели жасайтын боламыз. Менің арнамда тефтелидің рецебті бар, бірақ та көбісінің үйінде пеш жоқ. Сол себепті біз бүгін тефтелиді газға жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын арнама тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Ең бірінші біз еттің үстіне пияз саламыз. Мен пиязды осындай майда қылып турап алдым. Сосын үстіне күріш қосамыз. Сосын үстіне тұз қосамыз. Бұрыш қосуға да болады. Араластырамыз. Мінекей достар, мен жақсылап араластырып алдым. Енді біз бұдан шариктер жасаймыз. Шариктің үлкендігі өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Тым кішкентай қылсаңыздар да болады, үлкен қылып жасасаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз. Достар, мен барлық тефтелилерді жасап алдым. Менде осындай 18 тал шықты. Енді біз оларды пісіруге кірісейік. Достар, енді біз тефтелилерімізді жан-жағынан қуырып аламыз. Менің табам антипригорящий таба, мен оған кішкене май құйдым. Осылайша екі жағынан қуырып аламыз. Достар, мен тефтелилердің бәрін қуырып алдым. Енді біз оның ішіндегі астында қалған майға сәбізбен пиязымызды қуырып аламыз. Енді сәбіз. Жақсылап қуырып аламыз. Достар, осылай қуырыла бастаған кезде оның үстіне томатный паста саламыз да, тағы да кішкене қуырып аламыз. Енді үстіне жартылай пісірілген тефтелилерді салып аламыз. Енді үстіне тефтелилерімізді жабатындай су құямыз. Енді бетін жауып, қайнатып аламыз. Мінекей достарымыздың су қайнады. Енді тұзын көреміз. Егер тұзы жетпейтін болса, тағы да тұз қосамыз. Енді біз бұның астын басып, жарты сағат пісіреміз. Тефтелилер пісіп жатқан кезде біз оған гарнир жасайық деп шештік. Ол үшін мен асқабақты тазалап, осылай мантоваркада пісіріп алатын боламын. Бұл 20 минуттай піседі. Сонымен достар, біздің тефтели дайын, өте оңай жасалынады. Үйдегі бар заттар сіздерге міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Пеште емес, газда жасадық. Дәм өте күшті шыққан. Сіздерге рецепт ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қоңыраушаны бассаңыздар, менің шығарған әр видеома сіздерге сообщение келеді. Және сол арқылы менің видеоларымды ең алғашқы болып көре аласыздар. Ендеше ас дәмді болсын. Сау болыңыздар.